Саяхат KZ-тің алғашқы бөлімінде еліміздегі ең үлкен облыстық орталық Кеншілер қаласы Қарағанды және табиғаты көрікті Қарқаралымен танысты. Қарқаралының ең биік шоқысы Шайтанкөл маңында тұрмыз. Шайтанкөл 1200 метр биіктікте орналасқан таудың ортасындағы міне көл. Ал табиғат міне керім кербес сұлу. Ендігі мақсат Сәкен Сейфуллиннің туған топырағы Жаңарқамен танысу. Сондай-ақ қазақ үшін киелі жер, ұлт ұясы болған Ұлытау аймағына бару. Ұлытау ауылындамыз. Ұлытау баурайындағы ауыл. Жалпы тарихта осы Ұлытауға келіп қазақ хандарына кезіге отырып көтерген деген үлкен бір тарихи әңгімелер айтылады. Осы ауылға ат басын бұруымыздағы бірден бір себеп ол осы жайында толығырақ ақпарат алу. Сарыарқаның ұсақ шоқылы сәл белесті жазығының орта тұсымен Жаңарқаға қарай бет алдық. Жаңарқа салт дәстүрін сармайдай сақтаған, бірлігімен берекесі жарасқан ауыл. Бұл елімізде бал қымызы, сүрленген етімен танымал болған тамаша жер. Мұнда келіп жылқының етін жеп, Жаңарқа қымызының дәмін татқан адам оны аңсап тұрады. Себебі басқа өңірлерге қарағанда Жаңарқа қымызының дәмі ерекше жұмсақ, әрі емдік қасиеті де жоғары. Жаңарқадамыз. Аман жол ағамыздың ауылдамыз. Аға сәлем жолдап жіберіңіз. Туған ауылыма, туған жеріме қош келдіңдер. Қадамдарың құтты болсын. Аумин. Мына қазақтың даласының жон арқасындағы Сарыарқаның кіндігіндегі мына шағын ғана менің өскен ауылым осы жерде дүниеге келіп, осы жерде өстік. Қош келдіңдер. Бәрекелді, рахмет аға. Енді тек ауыл деп соғатын әрқашан жүрегіңіз аман болсын. Қазақ десе үнемі көз алдымызға қара домбырамен, содан кейін осы қасиетті жануар елестейді. Қасиетті домбыранда, жануарында қатар ұстап жүрген ағамыз аман болсын дейміз. Ал Жаңарқадан сәлем баршаға. Ауылда өстім, шаңына аунап еркелеп, оядан ұштым, қатайды қанат ертерек. Асығып алда, бақытым күтіп тұрғандай, армандар асқар, қиялдар қилы жетелеп. Қаланың мынау тамаша сайран сауығы. Мынау әрбірге, әр қазаққа өзінің туған жері қымбат, туған жері ардақты. Мынау менің атамның қазық қаққан, анамның қара қазан көтерген қасиетті ата мекеніміз. Әге алаңда алаң жұрт, ағалап ұрдан қонған жұрт. Атамыз біздің сүйініш күйеуі болып барған жұрт, анамыз біздің боз туған келіншек болып түскен жұрт деп қазтуған жырау бабамыз айтқандай. Кіндік қаным тамған ауыл, ол әр қазақтың баласы үшін қымбат. Мен үшін де осы мынау алпыс үйлі шағын ғана Ақтөбек, осы атамекен ерекше жанымастық. Мен үшін ұлы даланың негізгі бет бейнесі туған ауылымнан басталады. Енді қазақта сөз бар, құлпар аунаған жерде түк қалады дейді. Әркім өзінің ауылынан шыққан тұлғаларымен мақтанады. Жаңарқа деген кезде міндетті түрде біріншіден Сәкеннің елі дейді. Біз жаңарқалықтар осы Сәкеннің інісіміз, Сәкеннің ұрпағымыз, Сәкен атамыздың елінен біз деген біз үшін үлкен мақтаныш қой. Ал енді осы біздің ауылымызда қазақ ғылымының үлкен абызы академик Серік Қирабаевтың дүние есігін ашқан кәдімгі туған ауылы осы ауыл. Сонымен бірге бұл ауылда қазақ театр өнерінің саңлағы Мүлік Сүлтібаев әкеміздің осы туған жері осы ауыл. Бұл ауыл қазақ өнерінің керемет дара тұлғасы, академиялық білімі бар бәріміздің де Асқар Тау ағамыз Ақселеу Сейдімбековтің ауылы.
Сонымен бірге қазақ өнерінің бүгінгі үлкен ардакүрең арғымақтары, бүгінгі театр өнерінің саңлағы Қайрат Кемаловтың, қазақтың дәстүрлі ән өнерінің майталманы Жақсыкелді Кемаловтың, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Серік Оспановтың, мінекей осындай айта берсе, ауыз толтырып айтатын Алаштың дуалы азаматтарының дүниесігін ашқан кішкентай ғана ауыл. Аққумен жарасқан күн нұрын төгіп, төбемде көк аспан. Ақын Аманжол Әлтаевтың бойына өнер дарытқан осы ауыл, осы туған топырақ. Біздің Жаңарқа жермен танысуымыз осылай болды. Бұл берекелі ауылдан шығарда бар тілегіміз, аязынан арқарауған арқаның арқасынан алашауа көрмесін дестік. Тарихың тереңде, таңбалы тасыңда, қадірлі мен үшін, қартыңда жасыңда, бабамнан мұра, ғасырдан ғасырға беу туған жерім, топырағыңнан айналдым. Мәуелі бағым, мәңгілік саған байландым. Келді ғой міне береке тұнған күндерім, бірлікте менің бақытты болып жүргенім. Сарыарқа төсіне табан тигізгендегі үлкен мақсатымыз ұлт белгісі болған Ұлытауды көру болатын. Міне, бұған да жеттік. Ұлытау өте қасиетті жер. Ұлытау деп аталуының өзінің тарихи мәні бар. Біздің елдігіміз қазақ жұртының арғы түбі сақтарынан басталады. Одан ғұндарға, ғұндардан көктүріктерге жалғасады. Кейін алтын орда орнығады. Сөйтіп хандық дәуірге ұласып, біртіндеп тәуелсіздікке келіп тіреледі. Сандуғаш құстар, сайраған бақтар, есімде өткізген алауса шақтар, өзіңді мәңгі санамда сақтадым. Менің артында тұрған бұл қазақ хандарының тізімі. Ең бірінші Керей хан, Әз Жәнібек хан, Бұрындық хан, Әдік хан, Қасым хан, әрі қарай Мамаш хан кете береді. Ортадағы үлкен ханның тақта отырған мүсіні, және бері қарай Шағай хан, Тәуекел хан, Еңсегей хан, Ер Есім хан деген сияқты хандары, Әз Тәуке хан, Қайып хан, Болат хан, Әбілмәмбет, Абылай хан. Ең соңғы қазақтың ханы бұл Кенесары ханмен аяқталады. Жалпы әрқашанда қазақ өзінің ханын есінде сақтаған, тарихын есінде сақтаған ұлтпыз. Сол себептен мен ойлаймын, қазір осы менің артымда мұражай бар. Мінекей саусақпен де көрсетіп тұрмын. Осы мұражайға кіріп толық ақпаратты ала аламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бірлікте менің бақытты болып жүргенім. Мінекей қымбат достар, біз ұлттық табиғи қор және тарихи тану мұражайындамыз. Бақтияр ағамыз осы мұражайдың басшысы. Аға, жалпы айтып өтіңізші, осы Ұлытаудың қазақ халқы үшін маңыздылығын. Ең бірінші енді Ұлытау дегенде біз не дейміз? Бірден айтамыз, 300-дің басы қосылған, қазақ ханның құрылған жер, Алтын Орданың астанасы болған жер дегендей. Ақсақ Темірді айтамыз, осына келіп жазып өткен. Жошы хан, Шыңғыс хан үлкен ұлы, Бату хан мысалы жаңағы Ресей мен жаңағы батыс шығыс Европаның жолы болған. Едіге батыр осында жатыр дейміз, Тоқтамыс бар дегендей. Осы мұндай тарихи тұлғалар және тарихи оқиғаларды келтіреміз осы Ұлытауға. Осы Ұлытауда көбіне қазақ хандарын ақ киізге отырғызып көтерген деген айтылады. Осы нақты айтыңызшы, қай ханды ақ киізге отырғызып көтерген, хан таңдаған деген сияқты осы жайында ақпарат. Енді былай ғой, Жошы хан, Шыңғыс хан үлкен ұлы, осы Ұлытауда жерленген. Ұлытауда жерленген. Жошы хан мазары бар. Енді Жошы хан бүкіл қазақ хандарының атасы.
ол бәріне белгілі. Иә. Енді Жосқан мазары тұрғасын, ол бүкіл қазақ ханның атасы болғасын, бүкіл қазақ хандар осы ұлтауға келу себебі жаңағы олды, жаңағы атасының басына келді. Құрмет. Иә, құрмет көрсетіп, сол жерде жаңағыдай құрылтай жасап, жаңағы хандарды таққа отырғызып, кигізге көтеріп, хан сайлаған. Ұлытау тауы баурайындағы таңбалы тас, яғни өздеріңіз байқағандай бірнеше таңбалар бар мұнда. Арқардың, адамның белгісінің, атқа шауып келе жатқан белгісінің жалпы бірнеше таңбалар бар. Осы таңбалы тастықта біздің жалпы тарихымыз тасқа таңба болып басылған дейді ғой. Осындай бір тастарға қарап отырып сөзге дәйек қылып айтқан. Бұл Ұлытау жеріндегі бір қасиетті керемет жерлердің бірі, жұмбақ жерлердің бірі деп айта аламыз. Ұлытау шыңына қазір көтерілеміз, Әулие-ата шыңына. Бұл өте бір керемет шың. Жалпы Ұлытаудың қазақ халқы үшін бір киелі жер екені, қазақ халқының нағыз астанасы болуға лайықты жер екені тарихта көп деп айтылады. Ойлаймын, әлде де көрсетер нәрсе алда деп, сол себептен бірге болыңыздар. Мен өзім жалпы рухани жақсы, ерекше ләззат алып, тілмен айтып жеткізу бір өте күрделі, сондай бір қиын болып, жаным бір ләззат тауып тұрған жайы бар. Сол себептен ойлаймын, әлде де бірнеше ақпарат көздерін ұсынамын деп. Ұлытау елдік пен ерліктің, береке мен бірліктің тауы болғаннан кейін осындай тәуекелге бел байлап тауға шығып келеміз. Жалпы бұл таудың биік шыңы Әулие-ата тауы деп аталады екен, шыңы деп. Осы шыңға шығу үшін 2 сағаттай шығамыз дейді. Жалпы көтеріліп түсу үшін 4 сағат уақыт кетеді екен басы аяғы. Енді бұйырса тәуекел деп сонау Қарағандыдан 700 шақырымды артқа тастап келгеннен кейін таудың басына шығуды жөн көрдік. Әрине, бұл қарасаң көзің тоймайды, табиғатта осындай тамаша жерлерге. Бірақ енді бабаларымыздың арасында осындай жерді иелік етіп ұстап қалғаны бұл бір айтатындай үлкен тарих. Ал Ұлытаудың баурайындағы ауыл, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, Ұлытау ауылы құрттай бір алақандағыдай көрініс осы жерден. Мына таудың шыңына шығам дегенше бұйырса нүктеге де айналатын болар. Ал енді көп сөзді қойдық. Ұлытау тауының төбесінен шығып, кең байтақ жерімізге еркін көз салдым. Иә, ата-бабамыз бұл жерді біз үшін, сіз үшін қорғаған. Сондықтан да бұл ұлы дала төріндегі Ұлытау.